Кейде бауырларымыздың арасында мынандай бір сұрақ болады. Жаңағы, егер сен жәннатқа кірсең, әйелің де бірге жәннатқа кіре ме деген сияқты. Бауырлар, егер сіз Алла қаласа жәннатқа кірсеңіз, әйеліңіздің жәннатқа кіргенін бірге қалайсыз ба? Осы өмірде қанша жыл отау құрдыңыздар? 10 жыл ма, 20 ма, 30 ба, 40 па, 50 ма, тіпті одан көп те болуы мүмкін. Сол әйеліңізбен сіз тағы да жәннатта болғыңыз келе ме? Әрине, Алла қаласа жәннатта болыңыздар. Егер де сіз де және әйеліңіз де жәннаттық болсаңыздар, онда сол жәннаттағы әйеліңіз мына өмірдегі түрінен әлде қайда әдемі болады. Әлде қайда. Сіз алғаш көргенде тіпті танымай қаласыз әйеліңізді. Бұл менің әйелім ба деген сияқты. Әйеліңіз әдемілігі соншалық, сіз әйеліңізден бір мін таппайсыз. Тіпті әйеліңіздің өзі айнаға қарағанда таң қалып тұрып қарайды. Мәссаған, мынау мен ба деп. Мынау расымен мен ба айнадағы тұрған? Орнына қарайды, бетіне қарайды, құлағына, шашына, дене бітіміне. Барлығы сондай керемет. Тіпті әйеліңіздің өзі өзінің сырт келбетіне тамсана қарайды. Ойлаңызшы, әйеліңіздің өзі, ал сіз көргенде қалай болады сізге? Егер де сіз әйеліңізді алғаш рет жәннатта көрген болсаңыз, яғни жәннатқа кіргеннен кейін алғаш рет әйеліңізді көрсеңіз, онда сіз әйеліңізге былай деп айтады екенсіз: "О менің әйелім, жәннатта көргендерімнің ішіндегі жүрегіммен көздерімді дәл сендей тамсандырған ешкімде ештеңе де болмады" деп айтады екенсіз. Және осы сөздерді естіген әйеліңіз де сізге тура солай деп жауап береді екен. Яғни бір-біріңізге тамсана қарайсыздар. Алғаш ғашық болған сәттеріңіз қалай еді? Жүректеріңіз дүрсілдейтін, дәл тура сол сияқты, тіпті одан да көп мәрте еселене жүректеріңіз дірілдеп, көздеріңіз тамсанады. Несіне? Сұлулығына, әдемілігіне. Әйеліңіз сізге, сіз әйеліңізге. Содан кейін бір-бірлеріңізге мәссаған, сен өте әдемі болып кетіпсің ғой деген сияқты сөздерді айтасыздар. Яғни ол кездегі тамсануды әртүрлі сөздермен, сондай ғажап сөздермен білдіресіздер. Керек десеңіз, сол сөздерден кейін әйеліңіз сіз үшін сізге арнап ән айтып береді екен. Міне, жәннаттағы ері мен әйелінің жүздесуі осындай кейіпте болады екен. Алла тағала баршамызды жақындарымызбен, туыстарымызбен, әйелдерімізбен, бала-шағамызбен жәннатта қауышуымызды нәсіп еткей. Әмин.